Сәлем достар, менің есімім Ақмарал Тасболатова. Шымкент қаласында тұрамын. Жасым 29-да, және де мен декретте отырған анамын. Бүгін мен сіздермен маңызды ақпараттармен бөліскім келіп отыр. Яғни, біріншісі қалай біз өз денсаулығымызды дұрыс күтуімізге болады. Және де қалай дұрыс тамақтануымыз керек. Және үшіншісі үйде отырып қалай ақша табуға болады. Міне осы үш ақпаратпен сіздермен бөліссем деп отырмын. Бұл тақырыпты кімге қызықтырса, осы тақырып ары қарай видеоны соңына дейін көрсеңіздер болады. Жалпы біз көп адамдар негізінде жас кезінде денсаулықтың қадірін біле бермейді. Неге? Себебі зиянды нәрселерге әуес болады. Яғни дұрыс тамақтанбайды, дұрыс ұйықтамайды, және де әртүрлі зиянды нәрселерді жейді. Яғни кола, чипсы, кирешки деген сияқты мысалы. Немесе алкоголь, жаңағыдай пиво, темекі деген сияқты әртүрлі зиянды жаңағыдай нәрселерге әуес болады. Міне осы зиянды нәрселерді қолданып адамдар ағзасын күте бермейді. Және де жасы келгенде әртүрлі ауруларға шалдығып жатады. Қазіргі уақытта жаңағыдай инфаркт, инсульт, немесе сахарный диабет деген сияқты өте кеңінен тараған аурулар өте көбейіп кетті. Не себептен деп ойлайсыздар? Себебі адам ағзасын дұрыс күтпейді. Яғни біздің ағзамызға күнделікті біздің ағзамызға, яғни витаминдер, дәрумендер, әртүрлі мысалы біздің пайдалы нәрселер ағзамызға келіп тұру керек бір күнде. Біз оны ағзамыз ала бермейді оны. Неге? Себебі қазіргі уақытта тағамдардың өзі табиғи емес, яғни ГМО продукты көбейіп кетті. Бір фруктының өзінде мысалы әртүрлі оның құрамында витаминдер қазіргі уақытта қалып жатқан жоқ. Сол себептен біздің ағзамыз не істейді? Ашығады. Әртүрлі витаминдер жетіспейді ағзамызға. Содан кейін біздің ағзамыз не істейді? Әртүрлі ауруларға шалдыға бастайды. Тіпті туылған балалардың өзі ауруға шалдығып, ауру болып туылып жатыр. Неге деп ойлайсыздар? Себебі анаға жетпеген витаминдер мысалы балаға да жетпейді. Сол себептен балада толыққанды өзіне керекті нәрсесін алмағандықтан балаларда ауру болып туылып жатыр. Сол себептен қазіргі уақытта өте кеңінен тарап кетті. Медицина дейміз, медицинада ауруларды жаңағыда біз дәрігерлер ауруларды емдейді. Бізді ауырсақ дәрігерге барамыз. Бірақ қарап тұратын болсақ, қазіргі уақытта дәрігерлердің қауқары жетпей жатыр. Әртүрлі мысалы аурулар көбейіп кетті, сол дәрігерлер сол ауруларды емдейтін болса, неге ауру осы уақытқа дейін әлі кеңінен таралған аурулар өзінің емін таппай жатыр? Неге деп ойлайсыздар? Ойланып қараңыздаршы, мысалы дәрігерлердің өздері мысалы сол ауруларды емдейтін болса, неге өздері де ауырады? Неге өздерін емдей алмайды олар? Неге мысалы онкологиялық аурулар бар, сол онкологиялық аурулардың өзінен мысалы қанша мыңдаған, миллиондаған адамдар жыл сайын дүниеден өтіп жатыр. Тіпті дәрігерлердің өзі де сондай ауруға шалдығып, сол аурударында көз жұмып жатқандары көп. Егер де дәрігерлер мысалы сол аурудың емін тапқан болса, сол ауруды емдей алатын күштері болса, неге соны осы уақытқа дейін емдемейді? Қазіргі уақытта оның бәрі бизнеске айналып кеткен. Мысалы, фармацевтикалық компанияларда оларда өздері айтады: мы не лечим, мы просто снимаем симптом дейді. Яғни ол дәрілер адамды түп тамырын, аурудың түбін емдемейді. Олар уақытша ғана көмектеседі ауруға. Мысалы, сіздің давлениеңіз бар ма? Мысалы, давленияның дәрісін іштіңіз, сіздің уақытша қан тамырларыңызды кеңейтеді. Бір шама уақыттан кейін дәрінің күші кеткеннен кейін қан айналымы яғни жақсарады. Дәрі ішкен кезде дәрінің күші кеткеннен кейін қан айналымы жаңағыдай қан тамырлар қайтадан кішірейеді, қайтадан сол қалпыңызға келесіз. Міне продуктылар осылай жаңағыдай таблеткалар осылай жұмыс жасайды дәрілер. Мысалы, сахарный диабет, қант диабетімен де ауыратындар, олар өмір бақи сол дәріні ішіп өту керек дейді. Олар жаңағыдай дәріні ішеді, сахары түседі, орнына келеді,
және қайтадан жүреді, қайтадан сахар көтеріледі, қайтадан дәріні ішеді, қайтадан солай, және өмір бақи соны ішіп жүру керек. Ол дәрілер мысалы бір жағынан емдесе, екінші жағы емес, басқа жағынан барлығынан зиян, яғни бауырыңды, асқазанның, өтіңді, барлық ағзаны несі кері әсері, побочный эффект дейміз ғой, сол жағы өте жаңағыдай зиян. Сол себептен уақытша ғана дәрілер, аптечный дәрілер солай жұмыс жасайды. Оларда бизнес. Олар тек қана адамдар сол дәрісін постоянно үнемі алып отырса, оларда жақсы табыс түсіп отырса болды. Олар аурудың түбін емдемейді. Мінекей осылай жұмыс жасайды. Медицина жалпы неге, мысалы народный медицина дейді ғой, ондайға олар емдемейді. Неге? Себебі народный медицинада эффект сәл ұзағырақ жүреді, бірақ көмектеседі оның өзі. Ал дәрігерлерге не керек? Дәрігерлерге дереу результат керек. Жаңағы дәрілер жазып береді, олар дереу результаттарын алды, уақытша көмектесті және болды. Бірақ сол временно уақытша көмектесті, ауру сәл басылғандай болды, бірақ ол аурудың түбі бәрібір қалып қойды, емделген жоқ. Тіпті мысалы біз суықтап ауырғанның өзінде мысалы біз антибиотик ішеміз, антибиотик ішеміз. Антибиотиктер не істейді? Вирустарды өлтіреді. Вирустармен қоса біздің тірі бактерияларымызды өлтіріп кетеді. Мінекей не істейді? Соның салдарынан біздің иммунитетіміз одан бес-бетер әлсіреп, әртүрлі аурулармен күресуге шамасы жетпей қалады. Міне, медицинада жалпы осылай жұмыс жасайды. Сол себептен қазір ауру да көп, адамның әртүрлі емделмейтін аурулармен, мысалы медицинада хронический аурулар бар. Хронический ауруларды неизлечимый дейді. Мысалы медицинада эпилепсия, экзема дейді, ақтаңдақ дейді ғой. Сондай аурулар медицинада неизлечимый. Енді қараңыздар. Енді ойланып қараңыздар да, енді не көмектеседі бізге деп ойлайсыздар. Біріншіден, біздің ағзамыз 80% судан тұрады екен. Міне, біздің ағзамызға бірінші керегі ол су екен. Суды сіздер күнделікті дұрыс мөлшерде, яғни адам салмағына 30 мг судан ішіп отырсаңыздар, мысалы ересек адамдарға 2 литр немесе 2,5 литр су ішіп отырсаңыздар, ағза өзінің керекті питаниясын алады. Және де су бірақ әрине аз, одан кейін екінші бізде дұрыс здоровый сон, яғни ұйқымыздың сау болуын қадағалау керек. Ол да өте маңызды. Және де үшіншіден әрине денсаулықты күту керек. Спортпен шұғылдансаңыздар, зарядка обыкновенный немесе қазір бізде не болып кеткен ғой, өте аз да движение адамдарда. Бір орында отырады, сидячий режим в основном да. Сол себептен жаяу жүрудің өзі, прогулканың өзі адамға өте пайдалы. Және дұрыс тамақтану керек. Яғни біз зиянды тамақтардан арылуымыз керек. Дұрыс тамақтанатын болсақ, ағзамыз жақсы жұмыс жасайтын болады. Одан кейін және де біздің ағзамызға тағы да айтып кеттім, дәрумендер керек. Дәрумендерсіз ағза, мысалы, бір кальцийдің өзі жетіспегеннің өзін жүздеген ауру пайда болады екен ағзада. Магний жетіспегеннен әртүрлі стресстік аурулар, мысалы, депрессияға түседі, стресс, шаршау хронический адамдарда, немесе әртүрлі апатия дейді, әртүрлі сондай адамда болады екен. Мысалы, енді қараңыздар, оны қайдан алам деп ойлайсыздар, Мысалы, аптекада көп қой витаминдер дейсіздер. Тағы да айта кетейін, аптечный витаминдер, оларда құрамында химиялық қоспа бар. Сол себептен ол химиялық қоспа болғандықтан, оның ағзаға пайдасы болмайды. Ол ағза не істейді, оны біздің нәжісіміз арқылы шығарып тастайды екен. Ол яғни ауаға, яғни ақшаңыздың жай ауаға кеткені болып есептелінеді. Енді қараңыз, қазіргі уақытта міне сіздерге ноу-хау айтайын. Енді не істеу керек деп ойлайсыздар, Мен сіздерге қазіргі осы аурулардың шешімін таптым. Мен сіздерге қазіргі ұсынайын деп отырған өнімім, яғни Global Trend компаниясы қазіргі шығарып отыр осы өнімді. Бұл негізі Қазақстанда өндіріледі, Spice Sky компаниясы өндіреді.
және Global Trend компаниясы арқылы қазір шығарылымға нарыққа шығарып отыр. Мінекей бұл продуктылар Perfecta Luxe және Vitality Luxe деген нано бальзамдар. Мінекей бұның құрамы неге нано? Өйткені бұның құрамында табиғи 189 емдік шөптер бар. Яғни бұрынғы біздің мысалы ата-бабаларымыздың кезінде аптека деген дәрі деген нәрсе болмаған. Олар не істеген? Олар емдік шөптермен адамдарды емдеген. Және де соның нәтижесін алған. Енді қараңыздар, қазіргі уақытта солар жойылып кетті. Бірақ әлі де түп тамырымен жойылған жоқ. Мінекей қазіргі уақытта осыны жаңадан ученыйлар, яғни ғалымдар ойлап шығарып, мінекей осындай нано бальзамдар ойлап шығарып жатыр. Бұның құрамында 189 компонент бар, және де 250 макро-микро элементтер, амин қышқылдар, омега-3, омега-6, омега-9, А витаминнен бастап Д, Е, С ағзаға керекті барлық дәрумендер бар. Және де пчелиное маточное молочко 88 ксантон және де коэнзим Q10 деген бар. Ол не деп ойлайсыздар, мысалы, ол, яғни қазір кешірек сәл айтамын. Яғни сіздер мысалы осы өнімді іше отырып, сіздер өз ағзаларыңызды қалыпқа келтіре аласыздар. Омоложение изнутри дейді ғой, жасарады. Бұл клеточное питание, яғни на клеточном уровне жұмыс жасайды. Сіздер бұны іше отырып, сіздің мысалы поврежденный клеткаларыңыз, жаралы клеткаларыңызды қалыпқа келтіре аласыз. Және де сау клетка тууына мүмкіндік аласыз. Ағзамыз біздің мысалы органнан тұрады, органдар тканьнан, ткань, әрбір ткань клеткадан тұрады. Біздің ағзамыз, яғни клеткамыз сау болса, біздің ағзамыз да сау. Мына клеткаларымыздың бәрі біздің миымызда, қанша миллиондаған клетка миымызда болады екен. Біз сол клеткаларымыз, яғни сау болатын болса, біздің ағзамыз да сау болады екен. Әрбір аурудың емі бар, яғни шипасы бар. Алла тағала өзі ауруды да жаратқан, және оның да шипасын жаратқан. Оның шипасы неде? Табиғатта екен. Міне осы табиғатты қазір табиғаттан алған шөптерді бізге міне ноу-хау осы компания осы бальзамға сығындап ұсынып отыр. Сіз бұны іше отырып, өз ағзаңызды 700 түрлі аурудан, профилактика дейді ғой, 700 аурудың алдын ала аласыз. Және де өзіңіздің әртүрлі ауруларыңыз болса, әркімде әртүрлі аурулар бар. Соларды иммунитет күреседі, яғни клеткаларыңыз, жаралы клеткаларыңыз сау клеткаға айналады, және иммунитетіңіз көтеріледі. Иммунитет өз аурулармен өзі күреседі. Нәтижесінде ағзаңыз өз аурулармен өзі күресіп, ағзаңыз жаңағыдай аурулардан айыға алады екенсіз. Мінекей осыны іше отырып, сіз өз және омоложение изнутри жүреді. Мінекей тағы да сіздерге айта кететінім, бұл өнім Perfecta Luxe, бұл очищение организмі жүреді. Яғни бұл ағзаны тазалауға арналған. Бұл не істейді? Біздің ішкеннен кейін біздің ағзамызға күнделікті келіп түсіп жатқан шлак, токсиндер, химия, әртүрлі улы заттар, жаңағыдай темекі, зиянды нәрселер біздің ағзамызға, мысалы, әркімдер, әртүрлі адамдар зиянды нәрселер келеді. Және де мысалы экология дейміз, мысалы, улы заттар біздің жұтып жатқанымыздың бәрі, мысалы, зиянды нәрселер. Және свободный радикалы, яғни радиация, телефон, компьютер, микроволновка деген сияқты, соның бәрінен біздің радиация ағзамызға какой-то мере түсіп отырады. Міне осының бәрін Perfecta Luxe істейді, ағзамыздан шығаруға көмектеседі. Яғни ксантон дегеніміз міне осындай свободный радикалды шығарады ағзадан, жаңағыдай химиялық улы заттарды шығаруға арналған. Мінекей осылай жұмыс жасайды. Ал Vitality Luxe бұның қызметі бұл восстановление организма, яғни питание. Бұл біздің ағзамызға азық болады. Бұны іше отырып, сіз өзіңізге күнделікті ағзаңызға керекті, қажетті макро-микро элементтер, дәрумендер, витаминдердің бәрін суточный нормада сіз өзіңіздің ағзаңызға аласыз. Міне осыны сіз ағзаңыз алып отыратын болса, әрине сіздің ағзаңыз жасарады. Яғни
аурулардан аюға көмектеседі, омоложение жүреді ағзаңызда. Мінекей осы екі продукт осылай жұмыс жасайды. Және де бұл компанияның үшінші өнімі бар, ол Pavlov Spring деген спрей. Яғни ол бір пішіктеп сепкеннің өзін 5 литр суға себесіз, және де соны күні бойына ішесіз. Ол осы Vitality Pavlov Perfecta Luxe осы бальзамдардың составынан істелінген. Ол Pavlov Spring осылардың ең күштісі, яғни 10 есе мықты. Нано бальзамдар олар сәл слабый түрі, бірақ бірінші осы нано бальзамнан бастап ішу керек. Неге? Себебі біздің ағзамызды үйретіп алуымыз керек. Яғни бірден ағзамыз мысалы ештеңені бұрын көрмеген, алмаған, осы бірден оны күштірегін, мықтысын алатын болсақ, біздің ағзамыз көтере алмай қалуы мүмкін. Сол себептен бірінші бальзамдарды ішіп ағзамызды дайындап аламыз, одан кейін спрейді алып ішетін болса, онда тіптен күшті болады. Эффектісі, яғни 10 есе мықтырақ жүреді. Мына бальзамдар 1 айға жетеді, ал спрей ол бір сепкен 5 литр суға ол жарты жылға жетеді бізге. Мінекей осылай жұмыс жасайды. Осы өнімді алып, сіз өзіңіздің ағзаңыздың сау болуын қамтамасыз етесіз. Енді мен сіздерге үшінші жақсы жаңалығымды айтқым келіп отыр, ақпаратпен бөліскім келіп, ол яғни қалай ақша табуға болады үйде отырып, үйде отырып ақша тапқыларыңыз келсе, мінекей мен қазір декретте отырмын, үйде өзім осылай ақша тауып отырмын, табыс тауып отырмын. Осы Global Trend компаниясы осы өнімдерді қазір нарыққа шығарып отыр, және де не істеп отыр? Бұл бізге осыны біз адамдарға ұсынғаным үшін, яғни рекомендация бергенім үшін, адамдармен бөліскенім үшін, сол үшін бізге компания ақша төлейді, табыс табуға мүмкіндік береді. Мысалы, сіз аптекадан бір дәрі алдыңыз, оны ішіп көрдіңіз, сөйтесіз, басқа біреуге мен мына дәріні ішіп жатырмын, осыны сен де ішіп көр деп ақпаратмен бөлісеміз, ол да адам барады, аптекадан сол дәріні алады, бірақ ол үшін бізге аптека ақша төлемейді, дұрыс па? Ал мына Global Trend компаниясы міне осы адамдарға бөлісіп, мысалы пайдалы, өзімізге адамдарға пайдасы тисін, шипасын берсін деп, мінекей осыны ұсынғаным үшін бізге компания ақша төлейді. Осы қалай төленеді, қалай пайда табуға болады, қалай ары қарай жұмыс жасауға болады, және де мына өнімдерді қалай алуға болады. Мінекей осындай сұрақтарыңыз туындаса, онда маған осы видеоның астында өзімнің телефон номерлерімді қалдырамын, немесе WhatsApp-қа шығып, мені жағдай толық ақпарат сұрасаңыздар болады. Мен сіздерге толық ақпарат беретін боламын. Мінекей сол себептен қазір ұзақ ойланбай, дереу осы өнімді өздеріңізге алсаңыздар болады. Өздеріңіздің денсаулықтарыңыз маңызды болса, ауырғыларыңыз келмесе, әрі жаңағыдай балаларыңыздың сау болуын қаласаңыздар, онда осы өнімді міндетті түрде алуларыңыз керек. Мінекей, осы негізі адамдар ауру болса, яғни дүниенің де ештеңенің керек болмай қалады екен адамға. Жай температура беріп, басың ауырғанның өзіне саған ештеңе қызық болмай қалады. Сол себептен ең маңызды бірінші адамның денсаулығы екен. Осы денсаулықтарыңызды дұрыс күтіп, дұрыс тамақтанып, яғни осы дұрыс витаминдерді ішіп жүретін болсаңыздар, сіздер өмірлеріңізді сау әрі жаңағыда ұзақ етіп өмірлеріңізді ұзарта аласыздар. Мінекей осы сіздермен бөліскім келген ақпараттар осы. Сіздермен болған Ақмарал Тасболатова. Менің видеом ұнаса, астына лайк басып кетсеңіздер болады, және де менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, келесі видеода кездескенше.